Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода сіздерге чак-чактың дайындалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен таза ыдысқа 3 дана жұмыртқаны саламын. Үстіне дәміне қарай тұз, яғни жарты қасық тұз салып, шым-шым соданы саламын да толықтай араластырамын. Енді ұн саламын. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Енді толықтай қамырды жұмсақ етіп илеймін. Дайын қамырды бөлме температурасында 30 минутқа демалдырып қоямын. Отыз минуттан кейін қамырды алып 2 бөлікке бөлемін. Бір бөлігін шетке қоямын да бір бөлігін жұқа етіп оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Егер де менің видео рецепттерім ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де каналыма жазылып қойыңыздар. Қамырды жайған кезде екі шетіне кішкенеден ғана ұнды сеуіп тұрамын. Енді ұзыншалап кесемін. Әр кесілген қамырды осылайша видеода көріп тұрғандарыңызда соломка етіп кесіп шығамын. Енді 500 грамм қызып тұрған майға бір уыстан ғана алып саламын. Көп салудың қажеті жоқ, ол көбігі шығып, содан кейін май шетіне қарай ағып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкенеден ғана алып қуыру қажет. Қызып тұрған майда 15-20 секунд аралығында ұстаймын, және де сарғыштау түсіп берген кезде аламын. Осылайша осы процеспен барлығын қуырып шығамын. Енді сиропты дайындайтын боламын. 100 грамм судың үстіне 100 грамм қант саламын және 100 грамм балды саламын. Толықтай қайнатамын. Рецептте керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден өздеріңізге сақтап алыңыздар. Толықтай қайнатамын да отты орташа деңгейге дейін қойып, 5 минут аралығында орташа отта ұстайтын боламын. Сироп дайын болды, енді чак-чакқа құятын кез келді. Енді чак-чактың үстіне сиропты ожаумен құямын. Менде 3 ожаудай кетті, сироп менде көп болып қалды. Енді араластырамын. Осы жерде өздеріңіздің дәміне қарай қалауларыңызша жер жаңғақ немесе мейіз қосуға болады. Енді барлығын араластырамын. Өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып орналастыруға болады, немесе жаңағы қолданған ыдысыңызда тұра берсе де болады. Бізде ең бастысы жаңағы сироп пен чак-чак бірін-біріне сіңуі қажет. Салып орналастырамын да қаттырақ басқылап шығамын. Содан кейін үстіне пакетті орналастырып, бір түнге қалдырып қоямын, немесе тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар да болады. Осымен чак-чактың рецепті дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дүкендегі чак-чакпен ешқандай айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де өздеріңіздің дайындайтын рецепттеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып қойсаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ. Махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады.